Қайырлы күн. Ұлытау облысы Сәтпаев қаласы 27-ші мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жақсылық Батылғанай Қуандықовна. 3-ші сынып жаратылыстану пәні. Сабағымызды бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жасайық. Өткен сабақта ас қайда қорытылады тақырыбымен танысқанбыз. Сол тақырыпты қазір еске түсірейік. Ол үшін біз бауырсақ әдісіне кезек береміз. Бауырсақ әдісінің шарты анамыздың пісірген бауырсағын әжемізге апарып көмектесеміз. Бауырсақты апару үшін мен алдымен сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. Үлкендерге әрдайым көмектесіп, қолғанаты болып жүруіміз керек. Әжемізге көмектесеміз бе? Олай болса бастайық. Күш қуат таусылса, не істеу керек? Ойланайық. Күш қуат таусылса, тамақтанып тынығуымыз керек. Келесі сұраққа көшейік. Ас қорыту дегеніміз не? Тамақтың асқазанға сіңуге ыңғайланып, ұсақ бөлшектерге ыдырау үдерісін ас қорыту дейміз. Ас қорыту қайдан басталады? Ас қорыту ауыз қуысынан басталады. Келесі тапсырмаға көшейік. Шайнағанда тамақ қандай өзгеріске түседі? Әрине, ұсақталады және ылғалданады. Ас қорыту кезінде тіл қандай қызмет атқарады? Ойланып көрейік қана. Ас қорыту кезінде тіл тамақтың дәмін сезуге көмектеседі. Жарайсыңдар, сендердің жауаптарын осы неге сәйкес келді деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшейік. Ойлан тап ойына. Мына қораптың ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Жақсы, қорапты ашып көрейік. Мұрын, кемірдек, ауа тамыр, өкпе, жұтқыншақ. Осы сөздер жиынынан ортақ тақырып айтайық. Я, әрине. Бұл тыныс алу мүшелері. Сабақ тақырыбы тыныс алу мүшелері. Сабақтың мақсаты адамның тыныс алу жүйесінің құрылымымен танысу, адамның тыныс алу жүйесінің қалай жұмыс істейтінін білу. Балалар, енді осы тақырып бойынша бейне жазба көрейік. Біз демді ішке тартамыз және шығарамыз. Алайда сол сәтте біздің тәнімізде ондаған күрделі үдерістің жүретіні туралы ойламаймыздар. Себебі денеміздегі әрбір жасуша демалады. Өмір сүру үшін жасушаларға оттегі қажет. Бірақ оттегі оларға қалай жетеді? Біздің тыныс алу жүйеміздің құрылымы қандай? Организмдегі барлық үдерістерді, оның ішінде тыныс алу жүйесін де бас миы басқарады. Ол кеуде жасушаларының бірде кеңейіп, бірде тарылып отыруына бұйрық береді. Сондай-ақ ол дем тарту және дем шығарудың жиілігін де бақылайды. Тыныштық күйде өкпеміз жартылай ғана жұмыс істейді. Ал кішкене жүгірсек немесе мазасыздансақ, демалуымыз жиілейді. Дегенмен, демалу жиілігі әркімде әрқалай. Мысалы, нәресте әрбір секунд сайын, жасөспірімдер минутына 20 рет, ересек адам шамамен 16 рет дем тартып шығарады. Тыныс алу күрделі үдеріс. Ол тек дем тарту мен шығарудан ғана тұрмайды. Бірінші кезең ішкі тыныс алу. Ол жоғарғы тыныс алу жолдарынан, мұрын, ауыз және жұтқыншақтан басталады. Адамдар, егер әрине салқын тиіп, не ауратпаған болса, мұрынмен демалады. Мұрынмен өткен ауа жұғыртқыш эпителий арқасында шаңнан тазартылады. Осы бір кішкентай түктер мұрында қақтай өсіп, тасып тұрады. Олар ауамен енген тозаңды ары қарай өткізбей ұстап қалып, кейін сыртқа шығарып тастайды. Кейде осы бір кішкентай түктер бізді түшкіруге мәжбүрлейді. Өзіңді бақыла тәжірибесіне кезек береміз. Бірінші суретке назар аударайық. Суреттегі іс-қимылды қайталаймыз.
Терең демал. Не байқадың? Енді екінші суретке назар аударайық. Осы іс-қимылды қайталаймыз. Демінді сыртқа шығар. Не өзгерді? Өзің қорытынды жасап көр. Дем алған кезде кеуде қуысы жоғары көтеріліп, оттегі іштенеді. Ал дем шығарған кезде кеуде қуысы бастапқы қалыпқа келіп, көмір қышқыл газын сыртқа шығарады екен. Ағзаға оттек үнемі қажет. Сондықтан біз тоқтаусыз тыныс аламыз. Жарайсың, тәжірибені дұрыс орындадың. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма сурет бойынша ата. Тыныс алу жүйесі қандай мүшелерден тұрады? Кәні ойланып жауап бере ғой. Тыныс алу мүшелері мұрын, кеңірдек, ауа тамыр, оң жақ өкпе және сол жақ өкпе. Осы алған білімімізбен үш өлшемді әдістемелік жүйесі бойынша деңгейлік тапсырмалар орындаймыз. Бірінші деңгейдің тапсырмасын дұрыс орындасақ, 5 балл аламыз. Екінші деңгейдің тапсырмасын дұрыс орындасақ, 3 балл қосылады. Үшінші деңгейдің тапсырмасын дұрыс орындасақ, 1 балл қосылады. Төртінші деңгейдің тапсырмасын дұрыс орындасақ, 1 балл қосылады. Жалпы 10 балл жинаймыз. Әр деңгейдің тапсырмасында уақыт беріледі. Әр деңгейдің тапсырмасын ашық журналда қосу таңбасын қойып белгілеп отырайық. Бірінші деңгейдің тапсырмасын орындаймыз. Бірінші тапсырма шашылған әріптерді орнына келтір. Екінші тапсырма сөйлемді толықтыр. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен тексерейік. Өңеш, ауыз, асқазан, жұтқыншақ. Екінші тапсырма сөйлемді толықтыр. Ауа мұрын немесе ауыз арқылы ағзаға өтеді. Мұрын қуысында шамнан тазарып, жылиды әрі ылғалданады. Ауа жұтқыншақ арқылы көмейге, одан әрі кеңірдекке өтеді. Кеңірдек екі ауа тамырға бөлінеді. Осы ауа тамыры арқылы өкпеге келеді. Енді екінші деңгейдің тапсырмасын орындаймыз. Бірінші тапсырма себебін анықта. Суық тигенде неліктен мұрыннан су ағады. Екінші тапсырма дұрыс жауапты таңда. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен тексерейік. Себебі суық тигенде мұрныңыздан су ағуының бірнеше себебі бар. Біріншіден, суық ауа мұрынның шырышты қабығына әсер етіп, оны тітіркендіреді. Нәтижесінде мұрын шырынның өндірілуі артады. Бұл суықтың белгісі болып табылады. Екінші тапсырма. Оң жақ өкпе және сол жақ өкпе. Тыныс алу мүшелері мұрын, кеңірдек, ауа тамыр, өкпе. Өкпе кеуде қуысында орналасады. Тыныс алу жүйесінің негізгі мүшесі өкпе. Жауап сәйкес келді деп ойлаймын. Үшінші деңгейдің тапсырмасын орындайық. Бірінші тапсырма. Семантикалық картаны толтыр. Берілген сөздерді дұрыс жауаппен сәйкестендір. Сәттілік. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен тексерейік. Таза ауа, оттек. Тармақталған мүше, ауа тамыр. Тыныс алуға көмектеседі, көк ет. Ауа шамнан тазарады, мұрын. Ас қорыту мүшесі, ауыз. Екі жұп мүше, өкпе. Жауап сәйкес келді деген ойдамын. Деңгейлік тапсырмаларды дұрыс орындасақ, ашық журналға қосу таңбасын қойып отырайық.
Төртінші деңгейдің тапсырмасына көшейік. Бірінші тапсырма тыныс алу мүшелері бойынша ақпарат көздерінен мәлімет жинау. Және үйге бүгінгі орындалмаған деңгейлік тапсырмаларды аяқтаймыз. Енді кері байланысқа кезек берейік. Мендемен платформасы арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Сіздердің ұялы телефондарыңызға сілтеме жіберіледі. Сол сілтеме арқылы бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізбен бөлісіңіздер. Бүгінгі сабақта барлығы түсінікті болса, бірінші бейнені таңдайсыздар. Сұрақтарыңыз болса, екінші бейнені таңдайсыздар. Ал көмек қажет болса, үшінші бейнені таңдайсыздар. Жаратылыстану сабағы аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.